Өңірдегі су арналарының жағдайы билік назарында. Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеевтің төрағалығымен өткен кеңесте су шаруашылығы инфрақұрылымының жай күйі мен вегетациялық кезеңді тұрақты қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Казсушар Жамбыл облыстық филиалының дерегінше, биыл суару маусымында диқандармен 62 мың гектардан астам алқапқа 3703 су жеткізу келісімшарты жасалып, 2000-нан астам шаруа қожалығына су берілген. Маусым барысында 325 миллион текше метрден астам су алынып, соның жартысынан көбі тұтынушыларға жеткізіліпті. Суару каналдарын реконструкциялау бойынша жұмыстары екі кезең бойынша іске асырылуда. Бірінші кезеңде Жуалы, Рысқұлов, Талас, Шу, Меркі және Ойқым аудандарында 137 суару каналын реконструкциялау жоспарланған болатын. Қазіргі таңда Ислам даму банкі бағдарламасының бірінші транші аясында 47 каналда реконструкциялық жұмыстар жүргізілуде. Өңірде су ресурстарын тиімді пайдалану және суару жүйелерін жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Облыстағы 112 су қоймасы мен бөгетінің жалпы сыйымдылығы 135,6 миллион текше метрді құрайды. Суару маусымы басталғанға дейін олардың басым бөлігі суға толтырылып, егістік алқаптарды тұрақты сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік жасалған. Сонымен қатар биыл 91 суару каналында қайта жаңғырту және жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мемлекет басшысы су инфрақұрылымын дамыту және ауыл шаруашылығын тұрақты сумен қамтамасыз ету міндеттерін тұрақты бақылауға ұстап келеді. Осыған байланысты бүгінгі негізгі міндетіміз вегетациялық кезеңнің тұрақты өтуін қамтамасыз ету, су шаруашылығы нысандарының үздіксіз жұмысын ұйымдастыру және шаруаларға қажетті көлемде ағын сумен қамтамасыз. Кеңес қорытындысында жауапты тұлғаларға суару жүйелері мен гидротехникалық құрылыстардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету, су ысырабын азайту және су үнемдеу технологияларын енгізу бойынша жоспарлардың орындалуын қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Сондай-ақ су шаруашылығы нысандарының техникалық жай күйіне тұрақты мониторинг жүргізіп, қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстарын жедел ұйымдастыру және трансшекаралық су көлеміне қатысты жағдайды үздіксіз қадағалау міндеттелді. Бекзат Әшірбай, Нұрбақыт Тұтқышбай, Айдос Құсаубек, 24 News.